Всем привет! Бүгін прогулкаға шықтық. Прогулка емес, ақша құртуға шықтық біз. Иә, бүгін выходной. Ақша құртуға шықтық Қасозында. Бүгін суббота. Білмеймін не түсіретінімді, сосын құрсын түсірей берейін, сосын қызықты моменттер болса салам деп түсіріп жатырмын. Былай пландап салсам, онда ұзақ. Аяздар. Квартальный найлау түсіп, бірақ что-то еще бүгін выходной. Кеше түсті, бірақ почему-то кешеден бері далада жүріп, ешкімді көрген жоқпыз. Қызық. Қазір магазинге кіреміз. Бұлған емес, мынаған кіреміз. Ерлер киімі осы жерде. Еще 50% скидка отыр дейді, бірақ білмеймін, отыр ма, болатқан жоқ та. Қандай киімдер барын. Осы жерге көріп мүмкін болған. Әдемі екен. Мындай есім болып кеше ғана киген ше. Әдемі екен. Сразу етіп алып алсайық. Қайта жүрмейді. Мындай вариант бар. Уже әдемі. Как? Әдемі тұрады. Ал футболка алдық. Енді іздейміз ешті. Уақыт жетеді. Сосын Аққонайға қарайық. Осы үйге жаңа прикізатты алайық. Аққонай. Бөлгелі жездің киімі үстінде ма? Ақасында. Бөбек жезден көрі басқа ғана орталықта бар ше, соған барайықшы. Білмейм маған қатты бірақ жена аяқ киім бөбек жезден алдық қой, білесің ба? Әлі киім жүрді садике деп алдық қой ше. Андай немен алдық. Андай сакрёкпамен алдық қой. Со, әлі бірге жуық қоямыз да қайтып кие береміз, Күшті? Бір сондай бір. Андай аяқ киімдер болды. Аққонай мәз ғой. Пачконай. Вроде күнде далаға шығамыз, бірақ бүгін кәдімгідей ұйқысығанып, қарны тоқ болып тұр ше. Мәзіп. Алла дала баласы деген осы ғой. Ай-бай. Мен каналымда менен гөрі сенің түрін көп көрінетін сияқты. Құрсын өзін ғана сүйшпейтін. Көрсетші. Мынау деп па? Қайсын? Мәз өзі. Керемге алдық біраз отыр. Сосын мазасынан сосын қолына анандай не тақ қойдық. Сосын жеп жүрмейді. Бірліп тұр сен. Қапа? Мына жерге андай нелер салып қойыпты ғой, әдемі. Тура нені. Есен. Күшті? Кеттік.
таппаған заттарымызды осы жақтан келеміз ғой. Осы жақтан кіріп аламыз. Сосын последний осыдан келеміз. Әйкерімге таптық. Мәсіпке бір-екі зат. Мен де бір затымды осы жерден аламын. Аққу. Аққу. Ұшты. Күлге. Сонда. Сағат. Неше? Болды. 10. 1, 2. 4, Жоқ. 3, 4. 6, 5. Қайда? 5, 6. 8, Жоқ. 9, 7. 9. 7. 7'ni ötmüşsün. Hayır. 7, 8. 9. Болмайды, давай шығар. Давай. 10. Не умейсің деп жатсың ғой. Ananda yengimiz kıyıdan kaçıyor sana gösteriyor. Ну. Кеттік ау ата жесіне. Акунай? Ата жеге барамыз ба? Молодец. Ста папаң қолын. Кеттік. Мен киіндірсем, осылай киіндірсе. Папасы киіндірсе, әдемі киіндіреді, мен киіндірсе, білмеймін әйтеуір. Ауылдан келген балалар оларды ғой, өздері киінетін, сондай. Ағалары киіндіріп беретін, әпкелері сондай болып қалады. Атасы жүгіріп барып қалды. Шықты ғал. Кісі келе жатыр, үйге қайтамыз енді. Ойнап. Кеттік ғал. Тамақ ішіп алды, енді мәз. Жаным. Не нәрсе? Майкс чөчі жүрген бұл қапты кеше алған майкымыз, е? Ай-ай. Не істеватыр? Майкымыз шорты емес. Көтенейін деп тұр. Ағыркенде чуть-чуть, е? Ерсе. Қолымда бірден кетір қалды ма? Önceden namını vakumlu yapır. Қазір. Bay bulamıyor. Все? Маман аяқ чинап тастасын. Аха? Ай, сен звезда ойнап тұрсың ғой, сен. Сен видеоны адам болайын деп тұрмын ғой. Да? Так, тамақ ішіп болдық. Төсек бәрін жинап. Енді выходной кесе, қолымыз босап тұрған кесе, бір-екі жинайтын нәрселер бар тұғын. Спальныйды, залды кеше реттестіргенбіз. По крупному газон бәрін видеоға түсірем. Енді балконды жинау керек болып тұр. Қазір балконды жинап болған соң. Кімдерін көріңіздер. Балконды жинап болған соң. Қазір полностью түсіретін боламыз. Полный комнатаны.
балконның несін жинаймыз. Короче, анау көйлектердің манекені нелері бар ғой, соларды жинап тастау керек болып тұр. Бәрін тастап кеткен, қойып кеткен тұғымыз, содан кейін вообще уақыт болмаған. Соны жинаймыз, содан кейін арқарай көрсетемін. Мына жақта бас киімдерім тұр. Менікі емес, енді костюмдардың бас киімі тұр. Сол, короче, кеттік. Тамақ істеп бастап жатырмын. Бірақ не бітіп қалыпты. Жуам. Соған барып келейін. Жуап келем. И плюс нені алып кетпесем, коробка мусор. Алқыпты. Сосын алып төгіп, жуаны алып келіп. Еще қызым мен папасын көріп келейік десе жатыр екен. Сосын қайтып келетін. Тамақ жалғастырамыз сосын. Өнер жуар. Жуамды алып алдым. Папасы шақырып жатыр. Тек қайтсай деп. Соған баратыр. Аконай! Сяна! Ет сақ қойдым енді, не? Жора тұрап, тамақ пісемін. Все, кеттім. Болды ма? Осы шақырыңдар? Сяна майктың не жоқ дейді? Жоқ дей ма? Жарайды онда. Все, кетті ма? Жаным, тұрыңдар. Далаға шығайын деп жатырмыз. Прогулка. Дала күшті болып тұр, андай салқын болып тұр. Жаңбыр жауып та оказывается бүгін түнде. Біз оны білмеппіз. Біз ұйықтадық десе. Сөйтіп, артында костюмдар ғой. Бармен базар осылай түсіре беремін. Потом уже өзгерістер болып жатқанда уже айтамын. Пока что комнатаны өзгертіп тастадық. Негізінде залда, спальныйда, балконда тоже ақырындап бітірдік. Енді түсіру нету керек, видеоға түсіргім деп жүр. Но пока емес, пока что нелерді түсірем. Осындай разговорный, лайв видеолар түсіретін боламын. Так, қазір уже кеш батып баратқандықтан мен шамалы бетімді нетіп келіп тұр. Қатты андай боянып үйткім кеп тұрған жоқ. Еще мен байқаған бойынша мен уже қазір боянғым келмейді. Вообще прям ше дұрыс па. Сол обязательно бальзам. Үйде жүргенде негізі жарылып кетсе осы бальзамды қолданамыз. Шамалы қапты. Алғанына біраз болды. Біраз дегенде примерно 4-5 айдай болды. Даже одан да көп па. Қалмыр. Біз мынаны далаға шығып баратқан соң прозрачный жағам. Қызым шашын өріп қойдым, көрсетейін бе шашын? Шотқан пайдаланып көрсетіп жүрейін, мен шашын өйстіп өрдім. Бағана өрген, бірақ ол жантай өтшісін шарт еді. Және компот тоқтым бар. Жесма тағы? Мен тоқтым ба, сен тоқтым ба? Олда. Сүртіп жүрейін енді. Хоп.
ішіп алып қой. Оң жағы жақсы шықты да, оң жағын шаштары не өзің соған қараң. Ал сол жағандай 3 рет қайтара істедім. Мынаны біріншісінде сразу өртсадым. Әдемі. Ал мына жағы не? 3 рет өрдім. И сосын более нормально сосын. Мен далаға шыққан жерде нормально болады деген ойдамын, по идее. Да, Күні? Бай, шөлде қапсың ғой. Все. Осылай ке. Осылай келді ғой. Шамал ғана. Бұны біз январда алғанбыз. Дубайға барған кезде алып кетеміз дегенбіз. Бірақ Дубайға алып кеттік ау деймін, бірақ кигізбедік па, ұмытып. Осыны тағы бір шөпке алғанбыз. Бір шөпкемен жүрді ғой. Үші мен көбінесе бұл қызға розы алуға тырыссам, білмеймін екен. Менен садик киіп жүргенмін, былтыр алғанбыз ең бірінші рет. Сіз қасқанда тұратындар білетін шығарсыңдар, бұл бекші сен алғанмын. И садикке ғана киіп жүргенбіз, потом қайда? Садикке бір ай отпуск алдық қой, сол кезде неттік, үйге алып кеттік заттарын. Сол кезде уже бір ай далаға киіп жүр. Мынандай жерлер кіріп қалса, сразу неге саламыз суға. Ой, кір машинаға. Күштеп тазаланады. Тура соны Дубайға жаңа айттым ғой, розовыйын алып кеттік деп носын. Бұны бірақ қатты киге бермейді екем. Сосын мынаны мама туған күні болған кезде алғанбыз. Аяғасынан. Мен де намеренно алмаймын ше балаларға, қызыма киім. Әдейін болады ғой. Папасы болмаса, мен ондай қатты немесмін. Білмеймін не екен, может келесіде болады. Ондай келесі бала туған кезде. Мынаны мен сосын Каспийден заказ берді. Асылхан. Бұл да тоже мынандай көрсетіп, мынаны жуып көрген жоқпын, қорқақтап жүрмін жууға, білмеймін пока. Ал мынау ең бірінші алған аяқ киім ғой, мен бірге. Қыстан осы үйге алған бытшық мынау. Енді неге кетті? Чисто пикник, поход, білмеймін. Ауыл деген ше, біз еще ремонтқа барған кезде осын кидім, осын жуып қоямыз, қайтып келді. И мынау қазіргісі. Бірге таңдап алғанымыз. Işte бір полка қызым аяқ киімі қосылды. Сосын тағы бір аяқ киім бар еді. Мынандай аяқ киім бар. Бір көршім бар. Көршімнің қызы бізден 1 жас кішкентай, ровно 1 жас кішкентай. Соған береді шығармын осыны. Бізге симайды бұл. 21 дейді. Еще бұны бізге тоже бір қыздан, бір подругам берген. Дочасы өсіп бізден 1 жас үлкен дочасы. Симай қалды, кейсінер ма, әдемі деп берген, бізді шамалы кидік та. Әдемі оған соны қимайсың. Жақтыруға, или там басқа не істеуісін бересің басқаға. Жақсы ғой. Бір түрту атты кие береді. Тура көршім жанында тұрған. Сол кісіге берем. Так қойық. Еще бүгін. Қоя тұрайын. Сосын бүгін спальник жаңа балконы жинадық дедім ғой. Әше басқаша тұғыр көрсетіп шығайын бар. Қазір пока 2 чемодан тұр, мынада 3 тұр. Мен неменен келеді қа, молодец, сақтады бұл. Турцияны көрді, Дубайды көрді, бүкілін көрді. Енді бүкіл жерге барды. Ауыл болсын, қала болсын. Осыны Асылханға алғанбыз. Өзіне жеке. И чуть-чуть не деу. Несі кетіп атқан сон. Сосын былай. Сосын жақ былай. Бұл жерде, короче, айтпай қойын енді. Поход, біз енді көбінесе походқа шығамыз. Рыбалкаға барады бір кісі. Типа кішігірім үйдің заттары. Менің кушеткам. Несі, помощника. Біздің үйіміздің арты, виді. Күшті ма? Бұрнандай блогерларды көреді тұғын, ютубтағы. Түсіріп атады, неше түрлі жаңағыдай. Қарапайым кәдімгі осы болып жатқан нәрсе түсіріп атады. Мусор болып жатқанын, осындай деген сияқты. Сондай болып тұрмын ғой менде. Енді бар енді ондай. Біреулер ойнаған. Не нәрсе?
сынамай аттым. Далаға шықсақ егер соғатын болсақ соғып кетейік осы жерге. Мынандай. Бір жақсысы осы үйді алатын кезде прям нелері көп болды жаңағыдай. Мелочный нәрселер көп болды. Ілетінді уайымдамай, мына жерде де бар ілетін, іште де. Апай, шықпайсың ба? Жүр. Жүр. Так, не киеміз. Вопрос. Так, бірінші қызымдікін дайындайыншы. Мен сосын өзімдікін дайындайын. Так. Ұстап тұра берші ба. Не киеміз, не кигіземіз. Алдалаға шықтық. Кеттік ал. Түсіндір жүрін. Алдым қалтамда. Басма? Майна да дегелетір кен ақты. Момент шықтым ғой, момент. Тура қалай естірттім, тура тәте яшты ойсың. Дойчамдан күртесін алып. Бабасына шығып кетті да жаңа. Алған шығар деп ойласам, оказывается салмапты. Маған айтқан ғой, мен есіне шығып кетті, сол мусорды алдым да шығып кеттім. И біз туралы бір факт. Мына шамбыртысына бар. Бағанағы астынағысы басқа тұғын. Наяқтықсы басқа өйткені бұл біздің тамаши лампочкалар үйде тұрған. Мен 2021 жылы келдік осы үйге. 4 рет, қателеспесем, 4 рет лампочканы Асылхан ауыстырған осыны. Ешкімге ауыстырған жоқ. Может, астында бір штажда, екі штажда шықпасын кеп ауыстырып жар. Үштікі никогда ауыстырмаған. Көмірдің уборка не істеген кезде Асылхан қайттан қосып қойды. И ол бір несі, например, мыналар өзінің коридордыкіндей болды. Бұлар өшеді. Адам жүрмесе. Ал біздің этаж всегда жан жап-жақ болып тұрады. Оларды көргізі мұндай. Белый цвета біздікі сап-сары. Коктейль ішкім деп тұр. Ой, қалмы. Дала вроде бұндай қараңғы емес. Но мен соттың кәдімгідей қап-қараңғы тұрды. Жарайды, жарық жерде сүретін аяқтың қан несі істемей қапты. Жақта шықтық. Артық фонға мән бермейміз деп па. Бір қатты байқамайды артық фонымыз. Бізде жол дұрысталып жатыр. Жол дептім ғой, тұрбалар дұрысталып жатыр. Из-за этого жолдар бұршық болып жатыр. Орна келет деген үміттеміз. Мусор тоже сондай тема болып жатыр. Бет жағымен қалқы өте салайын. Ол жағына тоқтап негатив жасағын деп тұрған жоқ. Бульвардан бірақ шықтық. Қай жаққа барамыз? Бульварда свет жоқ ойны ма? Қап-қараңғы. Коктейль бар ма? 500 миллилитрлік. Сен личный. Қандай түрлері бар? Личный ванилия, я? Бұрында осы жерде жұмыс істегем. Тура ана жаққа. Осы сияқтан келіп алып көрейін деп жатырмын қандай екенін. Не болды? Шығасың ба? Давай, кас. Да? Да? Күштікі ана жердегісі. Сәл салқындау, бірақ.
Сәлі данышпанға бара жатырық. Сынар жағынан жұмысқа кетейік. Не қысылмай қалды. Так, бізді апарып тастады. Шумалы ерте келдім, 4 сағатқа келетін кеме тұрып перекус алып алғым кеп тұр. Хочу. Здравствуйте. Жағайын. Хайдар. Или терезе. Давайте терезе ашайық. Ой, күшті. Жасап жіберейін. Хоп. Хоп. Клейкалардың бәрі түсіп кетіпті. Сеанспен келетін клиенттеріме ғой. Өстіп жабыстырып қоям. Шашырап кетіпті. Қояйын. Хоп. Мет книжкам мына жақта жатқан. Талька ойме, талька дейді. Шоколад жүр ғой. Пока автобус келгенше осылай отырайын. Неден қараған приложениеда? Примерно бірақ. 5 минуттан кейін келіп тұр. Талап күшті өтіп тұрсам, демалып отырып тұрмасам. Шайыр. Шамалы стильный киімдерді. Мынау не екен, салқын екен көзім, шолбарын кигіздім. Ал былай шорты кигізіп, пакетке салып алдым. Өзім шапырақ. Данышпан деген дамыту орталығы ғой, балаларға арналған садигі бар, частный дейік. И негізі таңертең апарам садиктен отпуск алдық қой, 1 ай. Сол таңертең раздевашкасына апарам, сосын кешке авкасына апарам, апет ұйықтатуға алып кетем. Сөйтіп тойчаның жанында жүрмін. И прям өте жақсы көмектесті данышпанды бұрындары айтқан кезде. Екі түрлі көзқарас айтады тұғын. И прям өзім барғаннан кейін көзім жетті, что жақсы не екеніне, дамытатын орталық екеніне. Сол қыз апарып сөйлем, 5-те апарат тұғынбыз. Бүгін 6-да апарып жатырмын. Өйткені ағайыны айтқам ғой. 6-та алып барсақ. Ой, баңа шашынар. Ағайыны айтқам ғой, 6-та апарсақ бола ма деп. Хорошо деді, 6-да балалар келеді, солармен бірге болады онда деп. Сөйтіп, мен қызыл аяқ киім киізем өзімше подсетпасына. Несі, сақрепқасы не аудим? Самайттыз. Көндей папан қайда? Папан келу көрмеді қазір. Негізі 5-тен 6-ға дейін ғой. 6-та папасы кеп ақ кетеді тұғын. Мен 5-те апарсайды тұғын.
Енді саат 6 болғандықтан қазір апарып тастаймын. Сосын Табас екеуміз үйге қайтамыз. Сосын тамақ ішіп аламыз да, сені алып кетеміз. Біз ойнатамыз сені. Оказывается, Айсикеге кетіп қалыпты. Звондасам, интернеттен ұстамай бір звондасам, өзім дейді. Үйге келдім дейді. Жарайды, біз үйге баратын. Тамақ істеп қалған, қазір тамақ іше алсақ, одан кейін тұршақ Күнайды бітеді. Күнайды өзім алып кетіп шығамын екен. Шамал ойнатып сөйтіп келіп тұр. Мен видеоларым үйге кіріп, суға үймеймін, далаға шығып үймеймін отырғай. Үйдегі түсірмейсің ғой. Бір кісі футболға кетіп бараттыр. Орта жылға дейін мен шығарып салады. Мен ашпын қарам. Мә, дала күшті алып тұр. Өзі занят ғой деймін. Соткадан қолы басы, қолы босамайды. Футболға жарты сағат қалғанда группа жинап бара салатын сенің күйеуің. Тұрғай. Басында барасың ба деген әңгімелер кетті. Сағаты 7-ге қарай барды. Шық деп же. 15 минутта 7 адам тауып алғансың ғой. Сөйтсіз. Мен Айкерімді алам. Сыныпта да ойнаймыз. Бака футболға барып. Футбол теуіп кел. Доп теуіп кел. Жақсы болып тұр, салады ала ешқан. Қатты салқын емес, бағаны салқын болып тұрған негіз. Нормально болып тұр. Площадкадамыз. Ойнатып жатырмын. Ой, айтатын нәрсе көп. Садикке барып тастадым. Өзім жұмысқа келдім. Бүгін басым жаман ауырып тұр. Кеше түнде соқылдап ауырған. Не ойлаған, типа, соткадан дұрыс ұйқымнан қалмағанмын. Что-то әлі ауырып тұр. Кофе ішіп шыққанда әкелді. Сразу емес, соны су нелерді іштім да. Бірақ что-то не помогает. Таңертең еще бір клиентімді қабылдап болдым. Жаңағы жалғастырайын. Сөйтіп бір не дегенім, не машинамен, таксимен келем, жаңағы Дойчанды апарып саламын. Сосын музыка қатты қойған ғой, дарылдап. Со дауыс әзер оттым ғой. Сосын келдім салонға, сосын басым ауырып қоймаған соң бәрін ішіп алғам. Су көп іш дейді. Ол типа неден шаршағаннан болады дейді. Көп сотка ұстаған, типа нелер неткен ғой көп. Олар да бар, короче. Сосын дұрыс ұйықтамаған, өзім екен. Кеше отключка бердім, клиенттеріне ең жауап беріп отырмын. Сағып Инстаграм толып кеткен ғой. Сол енді клиенттеріме жауап берем. Оған дейін қызым да шықса, садиктен қызым барып кетсем, сосын қайтып келем жұмысқа. Бәрін салап түсірем ғой. Сол жалпы мен еще байқағаным, клиенттер түсірмейді екен, енді білмеймін не екенін. Есімде болған жоқ, вообще басым ауырып бүгін сөйтіп не болмадым. Бірақ қазір шүкір жақсы басым. Нормально қалды. Жаңбыр сіркіреп тұр жата далада. Қиын деп тұрған сияқты жаңбыр. Сіркіреп бастап отыр ақырында. Арахи, гүлі, зам-зам. Біздің қала туралы бір факт. Осындай жерде. Хотя уже почти 4-5 күнде болды. Күнінде жаңбырлы, бұлтты болып, сондай болып жүр. И мен қырсыққанда, осыдан выходной күндері ғой енді. Түсірдім, бірақ ол именно сол участокты түсірмеппін. Уборка жасағам, не жасағам, киімдерімді жинағам, қыстық, жаздық, күздік алмау керек емес деп. И мен чисто жазы ғой, күн ыстық қой деп осындай нелерді ғана қалдырғам ғой. Жинап, волк, майка дейін.
Қыздікі бар енді. Киіндіру керек. Сумен сап-сапын бүкіл. Енді қайтып алшы болып тұрма деп қоям. Еще мен алып шыққан күн, именно күн ысып кетсе, я қырсыққанда. Я, Акунай? Акунай! Күлесіп ат. Мен шамалы қиялилаумын деймін ба? Неге екенін айтайын, өйткені наяқтан өтіп баратырмын да, всегда гараж жақтан өтсем ше. И бізде бірінде гараж болып тұрған мампаның үйінде. Қазір жоқ енді ол гараж. И келе жатырмын да, ашық гаражға қарап қойым да, енді машина жоқ, машинаға бұл емес. Енді машина болғанда да по-любому гараж іздейтін шығар, енді бірақ қазір көбісі қоя қоймайды. Жарайды одан емес. Гараж болса анандай сияқты, мен ана гаражды күшті қылып бір андай ремонттайтын, бәрі гараж қылмаймын ше, кабинет қылмаймын, комната қылмаймын. Андай не қылатын сияқтым ше, Аси екеуміз далада жаздың күні отыратын қылып, типа пикник сияқты сөйтетін сияқтым. Соққа жиналып ойнайтында, сол сияқты, типа балалар өсі сияқты, кішкентай балаларға бассейн алып. Келдік. Шеш аяқ киімі ғой, молодец, сөйтіп тұш. Бүгін біраз нәрсе бітірдім. Бірақ оны мен видеоға түсірмедім, себебі андай вау болып жүрген соң ұмытып кеттім. Кешке дейін клиент қабылдадым таңертеңнен. Прям бүгін клиент қабылдайтындай уақыт болды прям. Сосын кешке последний менің клиентім подругам болды, Қарағандыдан келген. Қазір отрывоктарды сақ қоямын, тапсам. Бірақ процедураға уақытын салмаппын, консультация айттым, и последний диагностика жасады. Тез үйге қайту керек болды. Үйге келдік. Үйге келгенше мен қазір салып қоямын видеосын, диагностика жасап жатқан машинада түсіріп алдым да, сосын планшетті үйге алып кеттім. Сөйтіп үйге дейін келдік. Сосын дойчамды алып шықтым да. Үшеуміз далада жүрдік, қыдырдық, жүрдік, площадкаде ойнады дойчам, дала қараңғы, біз бургер сатып алғанбыз, бургер жеп алдық. Біраз әңгіме айттық, жақсы болды негізі. Но оны түсірген жоқпын. Өйткені есімнен шығып кетті. Енді үйге келдім. Үйді дойчамды неге салып қойғам. Душқа. Сумен етіп жатырмын. Жуындырып жатырмын. Ертең еще походқа барамыз. Но точно білмеймін енді. Түсірем ба, түсірмеймін ба. Көреміз. Енді барынша моменттер түсіруге тырысам, ұшық-ұшық етіп. Солай. Үйді жинап тастап, төсек салып тастау керек. Кеттік ал. Походқа еттік бүгін бізде. Таксиден түстік. Басқа точкаға барғанбыз. Әжесі тұратын сосын. Енді өзінің малықпасына, ата әжесіне әкөнетін. Жаққа баратырмыз. Неге? Өйткені жақта машина келеді. Сол жақта малықпаны алып барамыз бізді. Үсіп кеткен ба десем, қатты ісмепті. Әйтеуір уходын жағып, SPF-ді жағып, бальзамды жағып үлгердім. По идее, ерте тұрғам. Но сол ғой енді баламен шықсам. Сол, короче, Сарыкеңгірге барайын деп жатырмыз. Біз примерно 1-2 сағаттық жүру. Последний раз мен туыстармен барғам өзімнің. Там нормально негізі. Кегіз үй бар, көл бар, там ыдыстар нелер бар. Жақсы. Сол, күн бүгін осындай болып тұр. Енді ояқ күн шығып тұрған шығар, енді Сарыкеңгір. Нормально келетір енді. Сол, жатақ.
Ya şunu Уже кеш. Шашлык бір мәрте жеп алдық, қуырдақты жеп алдық. Енді қарбызбен қауын жейін жатырмыз. Осындай турист деген жерге келдік. Таза ауада. Қыдырыс демалыс. Ма. Пошла в отель. Ма. Ма. Арбуз әкеп тастады. Соны жеп отырмын. Шашлык пісіп жатыр ана жақта. Қалғандары кигіз үйде. Ма? Ой, мats. Осылай отырмыз көлдің жағасында. Прям күшті болып. Түчай, қатты бар ма? Әйгерім. Күшті. Әй? Осындай кезде не айтарымды да білмей қаламын. Туа отырмыз, демалып, тамақ ішіп алдық. Қарбыз жеп жатыр қазір. Кигіз үйде. Сосын шашлык жейміз, сосын қайтамыз. Уже күн батып баратыр. Көлге түсем бейт Әйгерім. Дәмін көрейік ал. Күшті. Күшті. Үйге жеттік. Қазір кіреміз. Ал біз садикке баратырық. Я жаңа клиентке кетемін. Кеттік. Машқа басайын. Кілт болу керек еді мына жерде. Сөйтіп өшіп тұр. Бүгін ұйқысы қана. Мына итер. Давай, да? Все вероятно. Al, kıstadım al. Девушка. Бүгін де үлгермедім ғой. Клиенттер қабылдап жатқан жұмыс процесінде сондай бірдеңке түсірем ба деймін. Ұмытып кеттім бүгін де. Именно паркке келген кезде салоннан шығып паркке келемін ғой, сол кезде есіме түскен ғой. Жарайды. Осветлять етіп алдым. Байқалып тұр ма, байқалып тұрған жоқ па? Бізде қатты аяз болмай тұрған бұрында. Ыстық болды. Я. Конкретно вот.
жұмыс барысы түсірдім. Наконец. Жұмыс бітті. 5:30 болды почти. Таңертең бастап соқты болдым ғой. Тучамда съемкам барады. Сосын алып кетіп өз апарып тастады. Қазір Афкаға барған ғой. Кешке Афкаға барады ғой. Афкадан енді Қашқарда фото салып кетеді. Ой, соғымды алдым. Анымды алдым. Келді. Келдік. Тамақты бастайын. Терезе ашайын. Ыстық. Вид күшті я сейчас. Түнейдің артын виді. Түнгі прогулка. Қарнымыз ашты. Андай үйде тамақ бар, бірақ андай тіпті донер ма бірдеңке жегімізге отыр. Соны далаға шықтық. Далаға салқымапты. Анализден шықтық. Суаға баратырық. Садика ауыстырып жатырмыз. Соған шаруалармен жүрік. Әкерем! Мәз.